Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бұл видеода талқылауға арналған қызықты әдістер туралы айтамыз. 333 әдісі. Бұл әдістің шарты бойынша 3 қатардан бір оқушы шығып ортада тұрған үстелге барып отырады. Оларға мынадай тапсырма беріледі. Тақырып ішінде кездесетін бейнені сомдап беру, негізгі ұғымдардың ерекшелігін көрсететіндей қимылдар жасайды, қалғандары соны шешу керек, және тақырып бойынша 3 тұжырым жасау керек. Дұрыс көрсеткен топ және шешкен топ жеңімпаз болады. 635 әдісі. Бұл әдіс бойынша 6 адамнан тұратын топқа 3 идеяны 5 минут ішінде ұсынуға тапсырма беріледі. Оны жазбаша түрде де беруге болады. Ең дұрысы ауызша түрде талқыланған абзал. Әр топ әр түрлі идеямен таныстырады. 515 әдісі. Мұғалім оқушыларға белгілі бір мәселе бойынша талдау жұмысын жүргізуді ұсынады. Талап бойынша 5 минуттың ішінде әр топ тақырыпқа қатысты 15 идея ұсынуы шарт. Осыдан барып 515 деген атау шығады. 357 әдісі. Мұғалім топты 3 командаға бөледі. Мәтінді оқып үйренуге 5 минут уақыт береді. Нөмірленген 3 парақ әр командаға таратылады. Белгі бойынша олар оқиғаларды, фактілерді, олардың мерзімдерін жазып, үндеместен бір-біріне жылжытып отырады. Бірін-бірін қайталамауы тиіс. Бұған 7 минут уақыт бөлінеді. Қорытындысы шығарылады. Қай команда неғұрлым көп фактілерді, оқиғаларды, олардың мерзімдерін көрсеткенін, қай команда неғұрлым толық, нақты, анық жауап бергенін мұғалім анықтайды. Дауыстап оқытып талдауға да болады. Назарларыңызға рахмет. Осындай әдістер ұнайтын болса және тағы да көргілеріңіз келсе, жазылып алыңыздар.